Ассалаумағалейкум қазақ елі. Эфирді жолдап отырған себебім бүгін Бағдат Құрмантай деген батырымызды 28 күнге мына шірік билік жауып отыр. Жабудың себебі карантиннің шараларын бұзды деп. Күніге интернетке кірсеңіздер, күніге қаншама мың адам банктардың алдында, акиматтардың алдында, ана 42.500 деген аңызды ала алмай жүрген адамдар бар. Ал Бағдат Құрмантай шыққаны ол не үшін? Ол блогер. Бәріміздің көзімізді ашып жүрген адам. Көрсетіп, не болып жатқанын, қандай әрекеттер істеп жатқандарын, заңсыздықты көрсететін адам. Оны алады, бұзды деп жаба салады. Бұл нағыз әділетсіздік. Өздерің беттерің ашылып баратыр ғой, соны жабу мақсатында аласыздар да осындай батыр адамдарды жауып тастайсыздар. Бұл не деген әділетсіздік? Бұл не? Қазақстан, қайда барамыз? Қазақтар, не болғаны бұл? Әне мобилизация жасап жатыр. Не үшін? Оны ешкім білмейді. Не болғаны? Әй, осы тығырыққа кеп тірелді ғой, тірелттірдіңдер ғой ағайын. Бұл қашан тоқтайды? Біздің қандай болашақ күтіп жатыр ағайын? Бір батырымызды жақтай алмадық та, әне Ағаділ бауырымыз бар, қайтыс болды. Енді осындай арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты бауырларымызды абақтыға отырғызып жатыр. Бұл сіздерге пиғыл, қазақ халқы. Сау болыңыздар.